Сыбызғы сыры. Жап-жасыл болып жайқала өсіп тұрған құрақты бір ұста көктей орып алады. Тамырынан ажыраған құрақ қамыс, өлдім, біттім, құрыған жерім осы деп ойлап, қатты өкінеді. Басқалар секілді жап-жасыл болып жайқалып өсуім керек еді, деп қайғырды. Әлгі ұста қамысты әбден кептіру үшін күнге қақтап, желдің өтіне тастайды. Уақыт өткен сайын бойындағы ылғалын жоғалтып, қурай бастаған құрақ одан бетер өкініп, жап-жасыл болып жайқалып өсіп тұрған балғын шағын жиі еске алады. Басына түскен тауқыметке қайғырады. Құрағы әбден кепкен кезде ұста сыртындағы қабығын аршып, сабағын қалдырады. Қабығынан ажырап қалған құрақ одан әрі қайғыра түсті. Ұста қабықсыз құрақты қызып тұрған темірмен күйдіріп, әуелі ішін босатып қуыс жасады. Сосын әр жерінен 7 рет теседі. Бір кезде күтпеген жағдай орын алды. Әлгі ұста 7 жерінен тесілген құрақ қамысты алып үрлегені сол еді, ғажайып әуен, мұңлы да сырлы саз төгілді. Бұрын мұндай әсемде, әсерлі әуенді естіп көрмеген құрақ қамыс таң тамаша күй кешті. Алғашында біріне бірі ұқсамайтын сырлы саз, ғажайып әуен өз бойынан шығып жатқанына сене алмады. Сөйтіп, ол сырлы сыбызғыға айналғанына қуанды. Мұндай мәртебеге жету үшін көрген азап пен қиыншылық бекер емес екеніне көз жеткізді. Ұстаға алғыс айтып шүкір етті. Бұл қиссадан не түсіндік? Адам осы құрақ секілді. Басынан өткізген қиыншылыққа сабыр ету арқылы шыңдалады. Сабырмен күту арқылы кемелдене түседі. Құрақтың қабағынан ажырағаны секілді сыртқы алаңдаушылықтан құтылады. Іші қуысталып, сойылған тәрізді ішкі менмендігінен арылады. Сыбызғының 7 тесігі іспетті нәпсінің 7 мәртебесінен өтеді. Соңында рухани кемелденіп, кәміл деңгейіне жетеді. Сырлы сыбызғыға айналмақ.